Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда жұп-жұмсақ болып шығатын, және де құрамына ешқандай дрожжи қосылмайтын 7 шелпекті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен жылы сүтті құямыз. Қант, тұз және де сұйық майды құямыз. Сода, үстінен жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнды аз-аздан салып отырып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 5 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды 7 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Жеті бөлікке бөлген қамырымыздың барлығын біркелкі қылып домалақтап шығып, тындыруға 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз әбден тынғаннан кейін аздап ұн сеуіп отырып, орташа қалыңдықта барлық тестамызды жайып шығамыз. Жайып алған қамырларымызды қызып тұрған майға 2 шетін қызартып қуырып аламыз. Достары, сіздерге осы рецептін жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Бар болғаны 10-15 минут қана уақытыңыз кетеді. Егер де видео ұнаса, өздеріңіздің құрбы достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қандай рецепті менен күтесіздер, сол жайлы комментарийға қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.